Жылы төсегінде Рождествоны армандап тәтті ұйқыда бала жатады. Үйдің іші жылы шырша ойыншықтармен безендірілген. Түрлі сыйлықтар көп кез. Дала аппақ қар және өте суық. Түнгі уақытта Рождество алдында көптеген үйлерді аралайтын SCP-4666 туралы естідіңіз бе? Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Абай ғой арнасы. Бүгін сіздерге Рождество алдында үйлерді аралайтын SCP-4666 туралы айтатын боламыз. Лайк басып, арнаға тіркеліп, жаңадан шыққан қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Ендеше видеоны бастаймыз. SCP-4666 бұл гуманоидты тіршілік иесі. Ұзын бойлы, арық, терісі бозғылт, шашы сирек өсетін немесе өспейтін қартайған. Оның саусақтары өте ұзын және қолдарының терісі артық қатпарларға ие. SCP-4666 киім кимейді, бірақ қар мен мұзда өмір сүруге бейімделген. Оның денесінде көптеген терең тыртықтар мен ойықтар бар. Ол көбінесе мал терісіне немесе ескі киімдерге оралады. Толық құрылымдық сипаттамасы: бойы 2 немесе 2,5 метрге дейін ұзын, салмағы шамамен 100 кг, терісі қатпарланған бозғылт, шашы сирек немесе өспейді, бет-әлпеті жасы ұлғайған, бірақ қартаю белгілері аса айқын емес. SCP-4666-ның сыртқы келбеті өте қорқынышты әрі табиғаттан тыс. Ол өзінің іс-әрекеттеріне өте мұқият және мақсаткер болып келеді. SCP-4666 жыл сайын 21 желтоқсан мен 2 қаңтар аралығында ұялы оқиғаларын іске қосады. Осы уақыт ішінде SCP-4666 белгілі бір жерлерде аномалиялық әрекеттер жасайды. Ол ауылдарға, кішкентай елді мекендерге немесе жеке үйлерге барып, олардың тұрғындарын бақылайды. Оған тән қасиет балаларды ұрлау, көбінесе 8 жасқа дейінгі балаларды. SCP-4666 балаларды ұрлағаннан кейін оларды қинап өлтіреді. Бұл өлімдер қатал және өте көп қиянатпен қамтиды. Көп жағдайда ол балалардың терісін сыпырып алады. Сондықтан да оны кейде ұял қасапшысы деп те атайды. Ол бірден адамдарға көрініп кетпейді. Ол адамдарды қорқытып әртүрлі қорқынышты іс-әрекеттер жасайды. Мысалы, қабырғаларды тырнап, жағымсыз иістер шығарады. SCP-4666 терезе арқылы кіреді. Кіргеннен кейін адамдарға белгісіз қорқынышты қуыршақтар мен сыйлықтарды тастап кетеді. 80% адамдар SCP-4666-ның қолынан қаза тапқан. SCP-4666 тыныш қана шетінен адамдарды жаймен өлтіре бастайды және адамдарды шыршаның қасына алып келеді. Отбасының өлімін көрген балаға әрине
ауыр тиеді. Бірақ балаларды өлтірмейді. Керісінше өзінің үлкен қабына салып алып кетеді. Ендігі қызықты сәт алда. 1974 жылы SCP фондтары оны іздейді. Әлемнің суық жерлеріне аттанады. Оны табамын дегенше адамдардың өлу саны көбейеді. 4 жылда SCP-4666 өз құрбандарын жақсы өлтірген кез еді. SCP-4666-ның өлтірген адамдарының үйіне айғақ іздеу ретіне аттана бастады. Оның қолының ізін тауып алды, бірақ адамның қол ізіне сәйкес келмеді. Сонымен қатар оның шашын алып зерттеулер жүргізгенімен нәтижесі адамдарға ұқсас болмады. SCP-4666-ның қуыршақтарында зерттеуге алып кетілді. Ол қуыршақты SCP ұрлап кеткен балаларға тіккізген болып шықты. Бірақ оған қарсы шыққан балалардың өзін үлкен қуыршақ жасайтыны анықталды. Бір күні полицей бір үйден үлкен қуыршақты тауып алды. Беттері тігілген адамға ұқсас, аузы тігілген, саусақтары сығынған, маңдайы кесілген, өте қорқынышты қуыршақты ескі үйден тауып алады. SCP-4666-ның қолынан қаза табуға кішкентай қалған бір қызды құтқарады. Одан мәлімет алу үшін полицей оянғанын күтеді. Қыздың айтуы бойынша, өте суық жерде, тіпті жердің астына балаларға қуыршақ тіккізеді екен. Тікпеймін деп қаша шыққан балалардың өзінен қуыршақ жасайды екен. Ол қыздың аты Катерина Морозова болды. Дәрігерлер дереу қызға ота жасады, бірақ та дәрігерлердің қолынан келмеді. SCP-4666 Кетер класына жатқызылды. Осымен достар, SCP туралы видеомыз өз мәресіне жетті. Лайк басып, арнаға тіркеліп, жаңаға шыққан қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Және де пікірге жылы лебіздеріңізді жазып кетіңіз. Мен міндетті түрде оқитын боламын. Сіздермен болған Абай ғой арнасы. Келесі видеода кездескенше сау болыңыз.